референдум арқылы әрбір азамат өзінің конституциялық құқығын іске асырып, осы заң қабылдау, заң қарастыру, конституцияның өзгеріс енгізуіне тікелей қатыса алады. Біздің конституциямыздың 3-ші бабына сай, мемлекеттік биліктің қайнар көзі деген халық. Сол үшін бұл халықтың шешімі, ол тіпті парламент қабылдаған заңдарынан да жоғары, оның мәртебесі одан да жоғары. Сондықтан бұл әрине референдум жаңа өзгерістерге, жаңа бір жүйеге үлкен сондай бір мүмкіндік ашады. Жаңа Қазақстан құрамыз деп, конституциялық біздің ата заңымызға 33 баптан өзгертулер енгізіліп отыр. Сол өзгертулерді халық қолдап, бір ауыздан дауыс беретін болса, онда ары қарай саяси реформалар ары қарай жалғасын табады деп ойлаймыз.